Қара досым, қазір ғана 53 доллар счетыма келіп түсті. Мына шығарған ақшам, міне көре аласыздар, 53 доллар Bybit биржаға сәтті келіп түсті. Одан бөлек достар, 8.65, 9.64 және де 17.50 доллар шығарған болатын, және де менің биржама сәтті түскен. Бұл жобаның аты SL Holdings деп аталады. Бұл жайлы сіздерге 2 ай бұрын түсіріп көрсеткен болатым. Әлі күнге дейін күнделікті мен бұл жақтан табыс тауып келе жатырмын достар. Қазір сіздерге бұл жақта қалай ақша табу керектігін, қалай регистрация жасау керектігін және ақшаны қалай шығару керектігін толық ақпарат қазір сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші достар, регистрация өту керек. Регистрациясы өте оңай. Өзіңіз логин, пароль ойлап табылса, регистрация деген басасыздар. Негізі партнеры деген кіріп көрсе, мына жақта қазір көрсетіп кетейін. 23 адам өткен екен, 4-еуі активный деп тұр. Яғни адамдар кіргендер бар мен атымнан, бірақ та өте аз. Негізі кіріп ақша табыс табам, инвестиция салатын жер іздеп жүрсеңіз, осы сайтқа кіріп инвестиция салып табыс тапсаңыздар болады достар. Қараңыздар, мен бұл жаққа 150 доллар құйдым. И қазіргі мен табысым 89 доллар болды. Әлі окупаймыс менде болып жатыр. Бірақ 2-3-4 айда окупаймыс жасалынады. 3 айдың ішінде примерно. И потом мен уже плюсқа шығатын боламын. Әлі күнге бұл сайт істеп келе жатыр. Ұзақ долгосрок яғни бұл сайт. Сондықтан кіріп көрсеңіздер болады. Сізге интерфейс түсінікті болу үшін бастапқыда по дефолту English болып тұрады. Сіз орыс тіліне ауыстырып алсаңыздар болады. Енді бұл жаққа ақшаны құю үшін мұны вкладка бар, пополнить деген бар. Мына мысалы метод таңдап аласыздар. Біз в основном енді криптовалюта қолданамыз. Егер банковский карта арқылы құямыз десеңіздер, ол да welcome қойсаңыздар болады, но криптовалюта арқылы таңдадық, криптовалюта таңдаймыз, одан кейін сеть таңдайсыздар. Әрине біз в основном веб-20 қолданамыз, сондықтан веб-20 таңдайсыздар. Видите сумма, қанша сумма құясыздар? Примерно, мысалы, сіздер 150 доллар құясыздар, 150 доллар деп жазасыздар, пополнить деген түймені басасыздар. Одан кейін адрес кошелекқа 150 доллар жібересіздер. 2 сағат аралықта сіздер осыны жіберу керексіздер. 2 сағатта сізді күтеді. Егер 2 сағатта өтіп кетсе, онда ақшаңыз түспей қалады. Сондықтан 2 сағат ішінде осы адрес кошелекқа ақшаны жібересіздер. Жібергеннен кейін сіздер дэшбордқа өткен кезде мына жақта счет для инвестиция деген жақта сізде 150 доллар деп тұрады. Одан кейін бұл жақта инвестировать деген түймені басасыздар. И мына жақта мысалы сумманы енгізесіздер. Мысалы 4 доллар дейсіздер, қанша период деген сияқты таңдайсыздар. Мысалы сумманы таңдайсыздар. Период қанша таңдайсыздар? 8 ай, 10 ай, 12 ай. И инвестировать деген түймені басасыздар. Төмен жақта сізге калькулятормен есептеп береді, қанша табыс түсетіні. Одан кейін сіздер табыс тапқаннан кейін, мысалы күнделікті табыс автоматически бұл жақта түсіп отырады. Сіздер каждый раз кіріп бір батырман басып отыру деген сияқты ондай керек емес. Бірде автоматически түсіп отырады. Және ақшаны тек қана суббота, воскресенье ғана шығара аласыздар. Точнее, заявка жібере аласыздар. Ал ақша шығару уақыты, түсу уақыты ол 72 сағатқа дейін барады. Яғни 3 күн аралықта сіздің ақшаңыз түсетін болады. Енді бұл жақта ақшаны қалай шығару керек десеңіздер, вывести деген түймені басасыздар, тоже криптовалюта арқылы шығарасыздар. Баланс, мысалы, осы балансты таңдайсыздар, сумманы енгізесіздер, мысалы 447 доллар деп. И платежный реквизиты өзіңіз адрес кошелегіңізді енгіз қоясыздар. Но мен веб-20 адрес кошелегім. Но енді 30 деп тұр, қазір мен веб-20 таңдаймын. Именно веб-20 шығарыңыздар, өйткені веб-20 арқылы шығарсаңыздар, сіздер комиссия 1 доллар болады, ал егер 30 арқылы шығарсаңыздар, бұл жақта комиссия 3,50 доллар болады. Ну, эфир арқылы шығарсаңыздар, бұл жақта 1 доллар екен. Сондықтан ең ыңғайлысы бізде бұл веб-20. Соны жазғаннан кейін, толтырғаннан кейін, вывести деген түймені басасыздар, и все. Сіздер 72 сағат күтесіздер. Суббота мен воскресенье аралықта мына көрсетіліп тұр. Ал егер де рефералдан тапқан табысыңыз, ол күнделікті автоматически күнделікті шығара аласыздар. Минимальный сумма вывода бұл жақта 5 доллар екен. Енді одан бөлек салымсыз ретінде ақша табам десеңіздер, әрине welcome ақша табуға болады. Ол үшін бар болғаны сіз өзіңіздің жеке сілтемеңіз арқылы көшіріп алып, адамдарға таратасыздар. Кірген адамдар депозит құйса, ол сізге бонус ретінде түсетін болады. Одан бөлек достар, мына жақта егер ранктарды толтыратын болсаңыз, сізге мына жақта 25 доллар премия береді. Одан кейін дальше кетеді. Премияның саны да көбейе бастайды. Солай достар, басқа ештеңе түсіндіретін жоқ. Бар болған бірінші сіз бұл жаққа ақшаны қалай құю керектігін түсініп алсаңыз, ақшаны қалай шығару керектігін түсініп алсаңыз болды.
И калькулятормен есептеп алыңыз, қанша доход түседі, және де айта кетейін, ақша салар кезде ойланып салыңыздар, тек қана өздеріңіз артық ақшаларыңызды салыңыздар достар. Сұрақ болса комментарий жазып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.